Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді және ерекше өзбек ұлтының гүлханум деп аталатын тағамының дайындалу жолын көрсететін боламын. Егер бұл тағамды қонақтарыңызға ұсынсаңыздар таңғалатыны сөзсіз, сондықтан сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және менің каналыма жазылып, мені қолдап, видеоларыма лайк баса жүріңіздер, рахмет. Ендеше тағамның жасалуына кірісейік. 500 грамм ұн алып, бір жұмыртқа саламыз, көз мөлшерімен тұз саламыз және жылы су құйып, осылай қасықпен араластырып аламыз басында. Содан кейін жылы суымызды құйып, қамырды қолмен илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Содан кейін 2 немесе 3 рет қайтарып қамырды демалдырып аламыз. Міне мен мұнда қамырды қайтарып қойдым және бетін майлықпен жауып қойдым құрғамас үшін. Енді 500 грамм тартылған ет аламыз. Етіміздің қатты майлы болмағаны жөн, себебі біз бұл тағамға тағы да май қосамыз, сливочный маслом. Сондықтан қатты майлы болып кетпеуі керек. 4-5 пияз аламыз. Пиязды блендердан немесе үккіштен өткізіп аламыз. Осылай фаршқа етімізге қосамыз және көз мөлшерімен тұз саламыз, қара бұрыш саламыз, су құямыз. Етіміз қатты құрғақ болып қалмасы үшін су құйып аламыз да осылай барлығын араластырамыз. Енді демалып тұрған қамырымызды осылай қолымызбен жаюға ыңғайлап аламыз да барынша жұқа етіп, тегіс етіп қамыр жаямыз. Міне менің қамырым дайын болды. Енді қамырдың бетін майлап шығамыз. Майды алдын ала ерітіп алдым. Май 72% болғаны жөн. 82% болса қатты майлы болып кетуі мүмкін. Осылай майлап аламыз да шамамен 3-4 сантиметрде етіп, қамырымызды ұзынына осылай кесіп шығамыз. Енді ортасынан ұзынына тағы да бөлеміз. Енді етімізді алып, қамырдың бір шетіне ұзынына орналастырып шығамыз. Мұнда толық көрсеттім, бір шетіне орналастырып шығамыз. Және манты қазанымызды дайындап қойдым. Майлап, листерін дайындап қойдым алдын ала. Енді осылай бетіне жабамыз екінші жағын қамырдың. Және арасын майлап, осылай қолымызбен қорап әкелеміз де екінші шетін ұстап, осылай рошан гүлі етіп орайтын боламыз. Тамақ өте дәмді, мантыға ұқсамайды, басқаша өте дәмді болып шығады, өте тойымды тамақ. Қонақтарыңызға ұсынсаңыздар да дастарханыңыздың сәнін беретіні сөзсіз. Сіздерге түсінікті болу үшін мен мұнда көрсеттім тағы да. Дәл осылай екінші қамырды да жасап алдым. Осы екі қамырдан бір манты қазан толды. Мен манты қазаным кішкентай. Осы 2 зуала қамырмен толды. Енді суымызды алдын ала қайнатып дайындап аламыз. Оны білетін боларсыздар. Осылай 50 минут пісіріп аламыз. Міне тамағымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Және менің каналыма жазылып, мені қолдай жүріңіздер. Рахмет, ас болсын.